Калинин совхозының 27 бас жылқысы электр желісіне ұрынып, тоқ соғып, қырылып қалыпты. Барып көзбен көріп анықтап келіңдер деді. Бүкіл бюро мүшелерінің көзінше маған тапсырма берген бірінші секретар. Қасыма аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы Ережепов пен Гострахтан Ертайды қосты. Райком айтты, болжымас заң. Калинин совхозы орталықтан жырақта сонау қалың құмның жағасына орналасқан түйе мен жылқы өсіретін шаруашылық. Астымда су жаңа уазик, ішін қалыңдап, ешкі терісімен тыстап, табаныма кілем төсектіремін. Далада ақпанның ақырған ақ бораны, алманы машина іші ұядай жып-жылы. Екеуін қасыма отырғызып алып, совхозға жетіп бардық. Директор ауырып қалды деп, бізді бас зоотехник қарсы алды. Қара тоны қаудырлаған ірі денесіне қарамай, ұшып, қонып, ілтипат көрсетіп жатқан бас зоотехник салдырлай қатты сөйлейді екен. Үйден шай ішіп, жылынып алыңыздар, күн азынап тұр ғой, жол жабылып қалмаса, мүмкін ашылған соң ертеңгісін шығып кетеміз бе? Бақандай бір үйір асыл тұқымды жылқылар түгел қырылып жатқанда қайтып демаласың? Бас зоотехник жолдас, кеттік қане. Түріне қарасаң, қанша жаста екенін айрықсыз Ережепов. Ұлан Керімбекович, тоңып дірілдеп тұрмын сенсеңіз, бір-екі кесе шай ішіп жылынып алайық. Жол алыс, күн болса мынау боздаған. Астан үлкен ештеңе жоқ деп, Ертай да қостай кетті. Бас зоотехниктің жайтаңдаған ашық жарқын келіншегі ағылшын тілінің мұғалимасы дастарханды жайнатып тастапты. Ет жеп, құрт қатқан сорпа ішіп, шайға қанып, жолға шықтық. Бас зоотехниктің уазигіне отырып, екеуміз жол бастадық. Ережепов пен Ертай мінген менің машинам қалың қарлы боранда әйтеуір қалмай ілесіп келеді. Ау, осы сендердің директорларың жұмыс істейме өзі? Қашан көрсең Алматыда жүреді, өзі әлі күнге көшіп те келмепті. Әлгі шешендерге 9 қора салдырдық деп, ақшасын жеп қойды деп сөз шығып еді. Ақыры не болды деп бас зоотехникті алқымға алдым. Шынында да директор бас терісі келіспеген, түкірігін шашыратып кекештене сөйлеген сөзін жан адам түсінбейтін, өркөкірек қу, берекесіз біреу. Жұмысы сонша ақсап жатса да былқ етпейді. Міне, бізді де менсінбей үйінде тығылып қалды. Прорабтың шалалығы ғой, документтерді дұрыс толтырмаған. Құм ішіндегі қамыс қоралар ғой салынған. Бірақ біреулер қастандық жасап, өртеп жіберіпті бәрін. Комиссия шығып, Гострахтан құнын өндіріп алдық қой. Ал бас зоотехник жолдас, қалай ғана айдың күннің аманында осыншама жылқы қырылып қалды. Көрші совхоз колхоздардың өрісі бір, қонысы бір, малдары дін аман. Партиялық жауап бересіңдер бұған. Қозы алу жоспарынан ең соңындасыңдар, мал шығыны да орасан. Бұл қалай бек болу жолдас? Қуырып шыжғырып бара жатсам да, рөлді сыға ұстаған бас зоотехник мыңқ етер емес. Биыл жөндейміз бәрін, ретке келтіреміз деп міңгірлегендей болды. Қопадағы шойын жолдан өтісімен ен далаға шықтық па дегендей, ақ түтек алағаншық боран жалақтап үрді де тұрды. Осынан қанша шақырым біз баратын жер? 120 болып қалады. Жол ашық болса, ештеңе етпес еді, ал мынандайда қиын-ақ. Жол танауы қусырылып, тарыла түскен. Дөңгелектің қос ізі кейде көрініп, кейде мүлде көрінбейді. Аңырақайдың құзғын желі көтеріліпті ғой деп, бас зоотехник әңгімені басқа жаққа бұрды. Ұлыған боран терезе әйнегін сабап кетеді. Жол жиегіндегі күрдік-күрдік аққырау көмген бүріскен шоқ-шоқ жусан қобыздай сыңсиды. Жаналғыш әзірейілдей ысылдап-ысылдап, ақылеп-уқылеп, алас қағып тоқтамайтын аңырақайдың ақ мылтық бораны қураған қаңбақтарды дедектете қуалап, жол үстіне әкеп, тығып, қармен бүркеп тастапты. Екі уазикте зылдай ышқынып, қалың қарды қарс айырып, боранға қарсы ашуланған арыстанша ұмтылады. Қыс түсті болды, аудан ала шапқын боламыз. Бүкіл мал осында қыстайды. Райком бізді өкіл етіп, колхоз совхоздардың мал қыстауын тексертетін.
Қанша шеңгелді апталап кезекші болып жатамыз. Ал мынандай оқыс оқиға, алапат жағдайға ерекше тапсырмаға абай болмасаң, босқа күйіп кетесің. Жол-жөнекей Қосқұдық, Ащысай деген бір екілі үйлік қыстау маңдарынан ғана болмашы тіршілік нышаны сезіледі. Басқа селтеткен ештеңе жоқ. Сұрқай дала, сұмырай кеш. Аңырақайдың әзірейіл бораны басталса, көлік те жүре бермейді. Міне, бізге қарсы азынаған абажада екі ғана әскери машина өтті. Ұлан Керімбекович сәл-пәл тоқтап, аяқ қолымызды қозғалтып алайық деп, бас зоотехник сұрағанда, өзім де әзер отырғанмын, басымды изей бердім. Бекболов сөмкесінен арақ, консерві, қазы, ет шығара бастап еді. Осы тойлаймын деп, өлейттап жүріп құрттыңдар ғой қоғам малын деп, дүрсе қоя бердім. Ол дереу сөмкесін қайта жинастыра бастады. Құтырған төбеттей боран арсылдап күрсілдеп, орай соғады. Сәл-пәл ғана ентігін басып алады да қайта екіленеді. Жылқының қартасындай аяз сорған әппақ бел-белестер бозарады. Менің шоферім мен Ертай түсті де Ережепов көрінбеді. Ол ұйықтап қалды дегенде, Гостырақтың бастығының аузынан арақ иісі бұрқ ете түсті. Бұлар өкіртіп ішіп келеді екен ғой. Басеке күн қақап тұр ғой, жылыну үшін сәл-пәл ішіп едік деп, Ертай ақталғансыды. Кеш батып барады, тездесейік қане дедім дігірлеп. Әні-міні дегенше қараңғылық үйіре бастады. Енді қанша қалды? 20 шақырымдай деді Бекболов алға үңілген қалпы. Жол екіге айырылды. Тіке кететіні Қаншеңгелге барады. Қаншеңгел Құм өңіріндегі қыстайтын малшылардың орталығы саналатын 10 шақты үйлі ауыл. Біз оған жетпей, аяқ жол деп аталатын жолмен күнбатысқа бұрылдық. Бұл өңірдегі әр сай, жота жолының өзіндік аттары бар. Оны мына Бекболовтар жатқа соғады. Тіпті қызық-қызық тарихынан әңгіме айтады. Қаншеңгел 10 шақты шақырым, одан әрмен қалың құм ішінде 100-дей шақырым жерде Ақ Тұз атты кеншілер поселогы бар. Машина шоқалақтап секіріп, ойқы-шойқы жолда ызылдап жүрісі өнбейді. Алдан түк көрінбейді. Әлгі ертегілердегі таусоғар мен көл таусарлар шайқасындай құм. Қар жентек-жентек машинамызды сабалап, құм қойнауының әңгі-тәңкісі шыққан. 2 мәрте оппа қарға тығылып, әзер шығарып алдық. Өлдім-талдым дегенде жылт-жылт еткен жарық көрінді. Әупілдеген 2 барақ ит алдымыздан жүгіріп шығып, шабалана үрді. Қора-қопсыға жанай салынған үйге тақап тоқтай қалғанда, есіктен тонын желбегей жамыла бір жігіт жүгіріп шықты. Кетейік, кет әрі деп, иттерді апарып үйшіктерге қамады. Келіңіздер деп, бас зоотехникті ғана танып, біздерге таңырқай қарап, үйіне бастады. Жаурап қалмадыңыздар ма? Жол ұзақ, күн болса мынау боран дегендей, мен свет берейін, қазір шабанкан қосайын деп, серейген ұзын жігіт қалбалақтап қалды. Тырпыр етіп шабан движогы оталып, лып-лып электр жарығы жанды. Біз үйге жаурап кірдік. Бетінің қызылы тамған, толықша келген ақсары келіншек үй ішін жиыстырып, төрге көрпе төсеп жатыр. Бекболов бірден тапсырма бере бастады. Пешті жағып, шайларыңды әкеліңдер. Келінжан тездет тоңып қалдық. Қазір ағалар. Дөңгелек үстел үстіне қант, май қойып шай келгенше Бекболов таныстыра бастады. Мына кісі бәріміздің бастығымыз деп мені мақтап талай жерге апарды. Өзі газетке шыққан, менің әңгімелерімді оқығандығын танытып, үлкен жазушы деп даптардай ақып қойды. Бүріскен су торғайдай әптер-тәптері шығып, мұзырайған Ережепов пешке кіріп кете жаздап қақталып отыр. Ал осындай сапарларға әбден еті өліп кеткен Ертай ширақ қайта қунақ қағады. Мынау әлгі жылқышымыз Саттар, мынау келіншегі Гуля. Шаймен бірге сыңғырлап бөтелкелер келді. Ережепов 2 көзі тұнып, 2 рет қырлы стаканмен тартқаннан кейін кәдімгідей сөйлей бастады. Ал Басеке, мына Саттармен Қаншеңгелге барып келе қояйын деп, Бекболов орнынан тұрды. Келін шырағым, соғым етінен молырақ сал. Мен де әлгі пошташыда шаруам бар еді, сендермен бірге барайын деп, Гостырақтың бастығы Ертай да оларға қосылды.
Ережепов машинадан сөмкемді алам деп далаға бірге шығып кетіп еді, көзі тіпті атысып кетіпті. Үстелде тұрған арақтан дәу бір стаканға ліпілдете өзі құйып толтырып алды да лақылдата жұтқан-ай. Шөкімнанды иіскелеп, бірдеңелерді мұрнының астынан міңгірлеп айтқан бойы қылжиып ұйықтап кетті. Бұрышқа көтеріп апарып жатқызып, үстіне тон жаптым. Ол кісі көтере алмайтын болыпты. Әйелі басқа күйеуге тиіп кеткелі осындай болып жүр. Не деген аптал арыстандай жігіт еді. Қазанға ет салып болып, дастарханның шетіне тізе бүккен келіншек бұрышқа немғұрайды ғана көз қиығын салды. Өзі түк тамақ ішпейді. Енді осыдан мәңгіріп ертеңгісін бірақ оянады. Өте білімді жігіттің төресі еді. Шамның білтесіндей таусылып бітіп барады. Дастархан үстіне бір шиша арақ әкеп қойды. Оқымысты қайным, жаурап келдің ғой, кел мынадан тартып жібер. Жаңа айттым ғой, мен ішпеушім. Онда менде таза спирт бар деп, сандығын сарт-сұрт еткізіп, ішінен әскери фляжка шығарды. Ем үшін қарашы, түшкіре бересің, денеңді суық буып алған. Шынында да мұздап, жайым болмай тұр. Жасым 29-да дейсің бе? Күйеуім 36-да, ал өзім деп сылқ-сылқ күлді. Өзім биыл 26-ға шығамын. Мә, мына келіншек менен де жас екен ғой. Жұп-жұмыр білегі мен толық омырауына көзім еріксіз түсіп кетті. Оқымысты қайным-ау, жеңгеңнің ниетін қайтарма деп, стаканға жартылай фляжкадан спирт құйды да, бір шыны таза су әкеп берді. Жарқылдай күліп, денесін тақай жаныма отыра кеткенде, жылы ағыс бойыма жүгіріп өтті. Ем үшін демалмай тартып жібер. Әрі сәрі боп отырып, ақ жеңеше, бірінші сіз алыңызшы. Әй шешек-ау, мен тамақ істеймін ғой. Мейлі оқымысты қайным айтқанда, да болса зәмзәм болар деп, өзіне құйғанды ары бұрылып сіміріп алды да, артынан су ішіп біраз отырып қалды. Бері бұрылғанда жанарында лыпылдаған от тұтаныпты. Әдемі жан жадырар жымиысы қандай. Нар тәуекел, ал ала ғой, қане қайным. Я денсаулық үшін деп, көзімді шарт жұмып, тартып кеп жібердім. Ауа жетпей тұншығып барамын. Мынаны жұтып жіберіңіз деп, мөлтілдеген кеседегі суды сұнды ақ келіншек. Әлемім өртеніп барады. Лезде бусанып, жаным жадырап шыға келді. Темірпештегі лаулаған оттан ба, үй ысып барама, арқама жапқан тонымды сырып тастадым. Көзім шарадай жанып, артынан ішкен екі кесе ыстық шайға балбырап, балқып, ішкі әлемім ыстық ағысқа толып, рахат күйге бөленіп, толып шыға келдім. Әбден буын-буыныңызды суық қармап алыпты. Келтеріңді сүртіп жіберейін деп, әппақ жұмсақ сүлгімен бет-аузымды бір қолмен сүрткіштеп, екінші алақанымен арқамды сипалай ма, әйтеуір бір рахат әлемге жаным бөленіп, бүкіл денем жадырап, шаттық әнін сала жөнелді. Оқымысты қайным-ау, кел енді кішкене ғана ішсеңіз, түк те болмай, бір жола сауығып кетесіз. Манағыдай емес, өзімнің де тағы ындыным құрып, зейінім соған ауып тұр. Мына бұлықсыған әдемі келіншек тағы қышаса екен деген емексі ой буады. Терлеп, жақсы боп қалдым, жетер жеңеше. Жеңгеңнің тілегін қайтарма, суық әбден сорып тастаған сүйек-сүйегіңе дейін өтіп кеткен. Егер мынаны ішпесең, кейін кеселденіп кетесің. Ақ жеңеше-ау, оның бәрін қайдан білесің? Мен көп нәрсе білемін қайным, қазір су әкеліп берейін. Меннен кейін ол да тартынбады. Темір пештінде қазанда жылқының сүреті шұрық-шұрық қайнайды. Үй іші ыстық па, жоқ спирттен бе, терлеп ап жөнелдім. Шар етіп бала жылады. Келіншек лып көтеріліп, толқи басып, мен қазір дегендей, ыммен білдіре түпкі бөлмеге кіріп кетті. Баласын ұйықтатып, қайта кіргенде келіншек тіпті ажарланып кетіпті. Екі беті албырап, ерні қызғалдақтың үлбіреген қауызындай қызара толып, көзі жарқырап, үстіне жеңсіз көйлек киіпті. Үй ысып кетті ғой дейді, менің сұқтана қарағаныма қысылғандай. Таралған екі бұрым шашы ұзын, арқасын еркелей қағып, бөксесін ұрады. Ол отты қағыстырып, сорпаны сапырып, етті аудастырып жатқанда, шыдай алмай орнымнан қалай түрегеліп, арт жағынан барып қапсыра құшақтағанымды білмеймін. Оның қолаң шашын сипап, өзіме тартқанда, ол күле бұрылды. Қайным-ау, етті сапырайын да,
деді зілсіз үнмен сыбырлай. Мен еркінсіп кеттім. Әппақ мармардай мойнынан, жұпар иісті омырауынан, топ-толық ернінен өліп өшіп сүйе бастадым. Шешек-ау, жүр ана бөлмеге барайық деп, еркелей назданған келіншек түпкі бөлмеге қарай жетелей жөнелді. Аппақ сейсепті көрпе жапқан жерге төсек салып қойыпты. Сол бұрышқа барып, шырт еткізіп жарықты өшіріп, шешіне бастады. Көмпиген төсекке сүңгіп, келсейші деймін үздігіп. Қазір дейді ол шашын түзей, көрпені аша беріп. Шыдасайшы жаным. Алтынның буындай, күмістің суындай, іңкәр көңіл алып ұшып барады. Күн сүнген, сүт сүнген, уыз иісі бұрқыраған, топ-толық ұршық шайылген, піскен әңгелектей жас келіншек есімді алып, елжіреп, алыс-алыс арман тауларынан асып кетіп барамын. Шаттық шыңдарына биіктеп келемін. Не деген ғажап әлем, сиқырлы дүние. Мың ғасырда бір-ақ рет келіп кететін нағыз рахатыстан ұжмақ есігін ашып, төрін ұсынып, ғажайыптармен таңғалдыра таныстырып, есімді алып барады. Бәрін ұмыттырып, естен тандырып, есеңгіретіп барады. Қыз жібектің желкілдеген әсем көңіліндей, Ақбаянның ажарғын пейіліндей, қызғұртқаның сағынышты сазындай әлдилеген, ағылпа аппақ сезімдер тұтқынында шахид болып кетсең де, арманың болмас сірә. Әппақ шуда-шуда бұлттар үстімен желбірей ұшып келемін. Ағараңдаған ақ періштелер тым биікке алып ұшып әкетті. Көзім ілініп барады екен, селк ете ояндым. Аналар келіп қалса қайтеміз? Ол мойнымды құшақтаған білегін алып, мекірене керілді. Малдың бүкіл документтерін, актілерін түні бойы толтырып, таңертең ғана келеді. Олар Қаншенгелге ғана барып келеміз деп еді ғой. Иә, Қаншенгелдегі пошташының үйінде. Сонда ауылдан ветврач, управляющий бәрін шақыртып, документтерді толтырып жатыр. Мен алдап тастап кеткен бе сонда? Шырт ете ашуланып, орнымнан қарғып тұрып кеттім. Таңертең бірақ келеді. Түнімен карта соғып, арақ ішеді. Әппақ сазандай бұлқысыған келіншек, артық кемі жоқ әппақ тәнін жарқырата көрсете, еш қымсынбай түрегеле бастады. Не болды жаным деп, тік тұрған мені жалаңаш күйі қыса құшақтап, құшырлана сүйді. Манағы бір сәттік жойқын сезім, асығып аптыққан қызба мінез, сап басылған, қатты алданғаныма ішімді удай өкініш тілгілейді. Қойныма суық жылан салып жібергендей қиналдым. Мені бәрің алдағансыңдар ма сонда? Қайным-ау жаным, не болды соншама? Жаңа киімді бірден батпаққа салмас болар. Қызығымызды лайламашы, қойшы жаным. Оның жәдігөйлене жалына бастағанына ішім мұздап, лезде қатайып алдым. Қойшы жаным, міне денең де лапылдап тұр. Туындырада жаурап келген қонақты әйгерімен жатқызып жылытады екен. Сен де енді ауырмайсың. Шоферімді де машинаны да алып кеткенін қарашы. Қойшы жаным деп, тығыршықтай келіншек жұп-жұмсақ үнімен бөбегін сипағандай сылап-сипап өбектей бастады. Әйелдің демі, айналып төңкерілгені, сыбырлағаны, бәрі жаныма майдай жағып барады. Бірақ сыр бермегенсіп, сазарып қатайып алдым. Неге сонша қапа боласың? Тікен ішінде де гүл болады, батпақта да алтын жарқырап жатады. Өмірдің осындай сәттілігін сезініп, дәнін теріп жемесең, аққан судай өте шыққан ғұмырыңда не қызық қалады? Түп-түзу жолда жалықтырады, анда-мында өстіп бұзып қоймасаң, несі қызық? Сен көрінгенмен өстіп жата кетесің бе деген суық сұрақ көкейімде тіреліп тұрып қалды. Тас қорғасынды да ыстық балқытады. Ол менің қолымнан тартып қайта жатқызды. Қайным-ау, мына келіншек әбден бұзылған, көрінген еркекке көз сатады екен деп ойлап қалдың ба? Менде де ар намыс бар. Көрінген кешіп өтетін жайдақ су салдақ емеспін. Есіңде сақта жаным, сенсең сеңгіріп келген бетті ұнап қалдың. Жер бетінде қыбырлаған қаншама адам бар, бірақ саған бұйырғаныма шын бақыттымын. Өйткені сен маңдайы жарқыраған нағыз алтын айдарлы ертегімсің менің. Сенесің бе? Сені осыдан бір ай бұрын түсімде көргенмін. Жаңа кіріп келгенде таң-тамаша болдым. Мен ылғи осылай болашағым түсімде көремін. Бақсылығың бар ма? Тәуіпсің бе? Жоға, бірақ келешекте болатын жағдайларды түсімде алдын ала көріп қоятыным бар. Ылғи осылай. Апырай,
Мен түк көрмеймін, тіпті түске сенбеймін. Білесің бе, армандай берсең, алыс таудың шыңына да шығасың. Міне, бүгін сенімен жолықтым, бақыттымын. Мұндай бақыт бұйыра бермейді. Ол өліп өшіп, қайта сүйіп, құшақтап, еркелете бастады. Шынында да жомарт бақыт құсы басыңа қонды деген осы емес пе? Келіншектің ыңғайына көніп, бұлықсыған денесіне көміліп, арман тауларынан қалықтап барамын. Ләззат атты таңғажайып әлем есігін ашып, бәрін тарс ұмытатын, әппақ нұрға бөленіп, гүл-гүл жайнар қайран шақтар-ай. Ауызғы бөлмеде қаңғырлап шелек құлады. Тасыр-тұсыр етіп есік ашылды. Шошып тұра бергенімде, жаным ол Ережепов қой, есін білмейді, далаға шықпақшы. 100 грамм құйып берсең, өлген өгіздей былқ етпей, сөткелеп ұйықтайды, деді келіншек ып-ыстық құшағына қыса. Тұрайық дедім де, тез киіндім. Ережепов даладан қалтырап дірілдеп, жылан қуған көжектей бүрісіп, сұрқы қашып, көзі бақжаңдап, дөңгелек үстел жанына сұлқ отыра кетті. Ей, күннің суығын-ай, кел жылыну үшін кішкене алып қояйық деп, келіншек алдына арақ құйылған стаканды қоя салды. Анау дауыл күнгі қураған жапырақтай дірілдеп, стаканды екі қолымен ұстап, езуінен тамшылата тыжырына жұтты. Әншейіндегі шаушиген беті тіпті күйген терідей тырысып-пырысып, жұдырығымен аузы басын сүрткіледі. Сүт пісірімдей тұнжырап отырды да, бөтелкені алып тағы өзіне өзі құя бастады. Сіздер үшін күнде мұндай той бола бермес деп тағы сімірді. Арақ ішкенде ашырқанып, бет әлпеті шөпейіп бір уыс болып, тыжырынып, біреу желкелеп, батпақ жегізгендей әбден қиналады екен. Ет балбырап пісіпті, міне түсіріп жатырмын деп, ұршықша қозғалған қызыл-сары келіншек пештің түбінде дөңгеленіп жүр. Ережепов шынында да арақтан әбден жеңіліпті. Отырған орында көзін жартылай жұмып, ес-түссіз қылжиып қалды. Ауылдан шыққалы, аузына түйір ас салмады ғой бұл сабазың. Күйіп кетеді ғой, ішіне түскен шер шеменін өстіп, жынды сумен жуамын деп жүріп, бір жолата өртеніп кетеді ғой. Жігіттің төресі еді ғой бұл кісі. Нағыз интеллигент, білімді, жұмысты шыр айналдыратын мықты маман дейтін. Әйелі мұны тастап, басқаға тиіп кеткелі бәрі осыған үйір болып, ақыры осындай сормаңдай күйге түсті. Ортадағы нән табақтағы еттің шетінде ой алмадық. Бір-бір кесе құрт қатқан сорпа ішіп, келіншекпен емен жарқын әңгімелесіп отырмын. Мыналар кешікті ғой. Ертеңгісін бірақ келеді демедім бе, деді келіншек жайбарақат. Сағат тілі түнгі 3-ті көрсетіп тұр. Ыстықтап далаға шықсам, боран әлі ұлып тұр. Түнде әлдеқайдан аждақаның қырылындай зәрлі запыран тола бойыңды түтіркенетін жаман үн сарнайды. Тасырлап жылқылар үріккендей болады. Қапқара түнектен бозарған қар көмген далада аңырақайдың әңгүдік желі жын ойнақ салып есерленеді. Тасырлаған менің жүрегімнің лүпілі екен. Суылдаған қарды еріп әкеліп, үйдің ық жағына үйіп тастаған. Ұйқым шайдай ашылып, қарды сықыр-сықыр, қарш-қарш басып, ары-бері жүргіштеп кеттім. Бұлар мені алдап, торға түсірмек қой. Көлдің бетін қаншама қамшымен сабаласаң да қалмайды. Мына жылқышының күздігінгі піскен алмадай қызыл келіншегімен әдейі жеке қалдырғаны ғой. Мен қазір таптап келіншекке айтып қоюым керек. Аузына сақ болсын. Ал анау маскүнем Ережеповтен келер қауіп жоқ. Бір қатыным кетті деп, соншама жүнжіп бітуге шақ жүр өзі. Рухы күйреуік. Ау, әлде қатын тым жақсы көріп, жүрегім беріп қойған бекен. Бекболовтар талайды көрген әккі көк жолдар ғой. Күліп отырып, аяқ қолыңды байлап, отқа тастап жіберуден тайынбас. Абайламасаң арандап қаласың. Осы совхоз ғұмыры көтеріле алмай-ақ қойды. Өзіне бастықта құтаймайды. Малдың өлімі жітімі де көп. Төл алуда да ең соңында жүреді. Қой, қызыл бет келіншекпен әңгімемді әбден пісіріп қояйын. Жоламай-ақ қоюым керек педі. Әй, бірақ бұл құпияны кім біліп жатыр? Екеуміздің ортамызда мәңгі айтылмас сыр болып қалар. Бұл беті жылтыраған, жылтыңдаған бәлекеттей қатын әлде мені тұзаққа түсіру үшін әдейі қасақана осындайға барды ма? Жүрегім шым етті. Аласұрған бақсыдай, ұйқы-тұйқы соққан бораннан денем мұздады. Жып-жылы ұядай үйге кірсем, лаулап жанған темір пеш түбінде келіншек жүрелеп,
кішкентай ағаш орындықта жылап отыр. Екі көзі қып-қызыл, жасы бетінен айғыз-айғыз ағады. Не болды дедім сасқалақтап. Ұлан Керімбекович, кешірші. Кейде бақыттан басы айналып осылай іштегі шер-шеменді шығару үшін қатын деген өстіп жылап сықтап алатыны бар. Сіз мені бір жеңіл жүрісті салдақы деп ойлап қалдыңыз-ау сірә. Жоқ деп сасқалақтап қасына тізе бүктім. Мен де біреудің ерке қызы едім. Үйде бір ұл, бір қыз ғана едік. Ағам ерте үйленіп кетті. Мен студент болып, анау-мынау жігіттерді менсінбей көкірек керіп жүріп алдым. Тәкаппарлық жарға жығады. 3-ші курста Сағымға жолықтым. Ау, оны сіз танымайсыз ғой. Атын неғып айтып отырмын. Ол физкультурный институтта оқиды. Күрестен қала чемпионы. Ұзын бойлы, бұйра шашты. Әлгіні өлердей жақсы көріп қалдым. Мына ессіз жақсы көру де апайын секілді жындандырып, не істеп не қойғаныңды білмей қаласың ғой. Оны мен ресторандатып, анда-мында қонып қалып жүріп, жүкті болып қалдым. Төңірегінде өңкей спортпен айналысатындар, шетінен мақтаншақ, даңғой, қалталарында уыс-уыс ақша, түнімен сайрандап, күні бойы жапалақ секілді парылдап ұйықтайды. Аяғым ауырлағаннан кейін үйленейік деп едім, өзіме тарпа басталды. Немене деп сандалып отырсың? Әлі де оқу бітіруіме 2 жыл бар, 2 жылдан кейін көреміз. Оған дейін күн санап өсіп бара жатқан ішімді қайтемін десем, басымды қатырма көп, алдырып таста. Сен ақ пәле болдың ғой жабысып деп, қанша жылап жалынып, жалбарынсам да тастап кетіп қалды. Жолы жіңішке біздер, жылағаннан басқа қолымыздан не келеді? Әбден жылап, амалым жоқ, дәрігерге бардым. Не керек? Бала өсіп кеткен. 4 айдан асқан, алдыруға болмайды. Жалындым, ақша сұндым, көнбеді. Талай жерді шарладым. Сағымда сол кеткеннен жоқ болып, мүлде көрінбей кетті. Шарадай басым шақшадай болып, өз перзенті ғой, бірдеңе ойластырар, некемізді қидырармыз деп жатып кеп іздедім. Оны еш жерден таба алмай дал болдым. Өзім сабаққа да бара алмай жатып қалдым. 2 айдай уақыт өткенде барып, Сағым қалада деген хабар естідім. Бірақ ол мені іздеп келмеді. 1 күн күттім, 2 күн, ақыры оған аяғымен өзім іздеп бардым. Медеудегі түнгі ойынханада бір топ жолдастарымен шала мас болып дуылдап отыр екен. Сағымның қолтығында ұзын тырна сирақ, желбіреген сары шашы иығын жапқан, тыриған арық қыз тіпті ұялу қымсынуды білмей жабысып қайта-қайта сүйіседі. Сағым мені кеудемнен итеріп, сүмелек иттей қыңсылатып, зар жылатып қуып шықты. Енді көзіме көрінбе. Ішіңдегі менің балам емес, міне мыналар куә болады. Кет дегенде ит те кетеді. Жоғал деп шапалақпен салып жіберген-ай. Медеуден әбден тауым шағылып, ебіл-себіл жылап қайттым. Несін жасырайын, мұншама масқара қарабет болғанша бір жола өлгім келді. Енді қалай өлуді ойлана бастадым. Шембе, арқанға асылып қалам ба? Тамырымды қиып, ваннада қансырап жатып көз жұмамын ба? Жан шығару дегенің қаншама азап екенін ұқтым. Егер кездейсоқ тірі қалсам, онда тіпті масқара болғаным ғой. Әңкі-тәңкі басым қатты. Бұл өмірде баланың парызы, әке-шеше, бауырларына кір келтірмеу екен. Көпе көріне өліп кетсем, масқараланған әке-шешем зар илеп сорлап қалады. Мүлде жоқ боп кетсем ғой, қайтып бір жола жоғаламын. Мына қарғыс атқыр қу өмірден. Мойныма тас байлап көлге секірем бе, қайтемін енді. Ең сұмдығы, өлімге мойынсынған жан сергектеніп кетеді екен. 2 хат жаздым. Біреуі Сағымға, екіншісі әке-шешеме. Бойым жеңілдеп, хатымды жазып болып, кім арқылы берерімді ойладым. Санамды сапырылыстырып, құрбы достарымды жіктеп қарай келе Динаға тоқтадым. Дина деген жан досым, осы совхоздың қызы. Ұят намысы бар. Басыңды қатырып қайтейін. Оған бар сырымды, сұмдық шынымды түк қалдырмай жырдай ғып айтып бердім. Ол хаттарды 2 мәрте қайталап оқып шығып, жабырқап, қабағы түсіп, салмақтана былай деді. Шолақ өзен тез тасиды. Сен тым қызба мұрт екенсің. Бәрін ақылға салу керек. Өзіңе ең қымбат өміріңді және сол өміріңді жалғастыратын құрсағыңдағы балаңды қалай өлімге қиясың?
тым келте ойлайды екенсің. Сені мен ақылды қыз ба деп жүрсем, қаншама жайсаң жігіттер соңынан өліп өшіп жүгірді. Біреуіне көз тоқтатып қарамадың, паң болдың, тәкаппар болдың. Өркөкіректік орға жығады, сор жабыстырады. Шешілмейтін түйін болмайды. Қаншама жұбайлар бір перзентке зар болып, жете алмай зар жылап жүр. Алла саған сыйлады. Ғұмыр біреу, өмір бір ақырет беріледі. Оны қадірлеу керек, аялап, әлпештеп бағалау керек. Кімнің басында болмай жатыр мұндай жағдай. Тек енді екеуміз бірігіп ойластыралық. Қажай берсең темірде тесіледі, ұра берсең қара таста отылады. Менің ары қарай тірі жүруге әлім жоқ. Мүжіліп біттім. Қап-қара қалың мұң сор, ішімнен таусылып біттім. Неге ғана маған осындай қасіретті басыма үйіп төгеді? Неге ғана бұл өмірге келдім екен? Қарғана зар жылағаным есімде. Дина шапалақпен осып жіберді. Сен таза ақымақ екенсің ғой. Сен жын иектеп, шайтан азғырған ғой. Жап-жас үлбіреген өміріңді қайтып дәтің барып қиып кетпексің. Есіңді жи, басыңды көтер. Кейін кім біледі, қызығыңды осы баладан көрерсің. Бала емес, ол маған бәле болды ғой. Әкесі оңбағанның баласы қайбір жетіседі ғой дейсің. Ғайбат айтпа. Ішіңдегі бала бәрін естіп сезеді. Ол аппақ нұрдан жаралған періште. Сол періште саған баға келеді, бақыт сыйлайды, бәрін ұмыттырады. Осы бөбегіңнің күлкісі бар қайғыңды жуып кетеді. Дина құрбымның осыншама ақылдылығына таң тамаша болдым. Дәл бір 80-ге келіп, көпті көрген әжедей ақыл кеңесін беріп, бірде ұрысып, бірде жібектей есіле әңгімелер айтып, кешке дейін қасымнан шықпады. Томаға тұйықтық, жан адамға сыр ашпау қасірет екенін сонда ұқтым. Ішке түскен уайым қайғыны ешкімге айтпасаң, түйінделе, үлкейіп, ат басындай шершемен кеудеңді буып, қаратас қалың орман қайғы жамылып, ауыр үндетке шырайсың да үзілесің. Не өзіңе қол салып, бұл фанимен қоштасасың. Сырласатын досың болғаны қандай жақсы. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деген рас екен. Шын жолдасың шыңғырған шындықты бетіңе шызғырып айта отырып, одан қалай жолын тауып құтылуды да ойластырады. Динаға шынын айтайын, екі дүниеде де алғысымды айтамын. Тірі көрер күнімді, жарық дүниеде өстіп тірі қалғаным тек қана сол қыздың көрегендігі. Не керек, сол күні кешке маған ұрсып алып, сені біздің ауылдағы бір жігітке ұзатамын. Қаласаң ертең келіп, машинасымен алып кетеді деп тұр. Қарным шермейіп байға тиетін жағдайым бар ма? Оның бәрін ойластырып, ол жігітпен әбден кесіп-пішіп келісіп қойдым. Бүгін бірнеше мәрте телефонмен сөйлестім. Бар шындықты айттым. Ей, Дина, ақыл ауысқан жігіт болмаса, біреудің екі қабат қылып тастап кеткен салдақысын қалай жарғып алады? Міне, мәселе осында болып отыр деді. Дина бәрін тәптіштеп түсіндіре бастады. Ауылында Сапар деген жамағайын ағасы бар екен. Өзі тумасынан жылқышы. Жасы біздерден бір мүшелдей үлкен болғанымен, таза ауа, кең далада көкпар тартып, қымыз ішіп жүргендіктен, сұңғақ бойлы, 20-дағы жігітке бергісіз. Өзі 2 рет үйленсе де, бала болмапты. Дәрігерге қаралса, кінә Сапардан болса керек. Боранда қалып суық өтіп, қатты ауырып, ауруханаға жатып емделген. Емделіп шыққанымен бедеу болып қалатынын ескерткен екен. Тағдырға не шара? Сол жылқышы ағасына бала керек, жар керек. Міне, Дина сол Сапар ағасына осылай да осылай деп бар жайды тәптіштеп түсіндіріп айтыпты. Гүлнар жеңіл жүрісті жаман қыз емес, салмақты, ақылды, тек ғашық боламын деп ұрынып қалды. Жігіті алмай тастап кетті. Түр десең түрі бар, мінезі жібектей деп әбден мақтапты. Белден ұрған жыландай, мен 80 жиратылып, 90 тарқатылып, қалың ойға малынып, ойланып отырып қалдым. Адамның үміті өшкен күні, өлгені деген рас қой. Бұл өмірден мүлде күдер үзген, таусылып біткен мен, бұл ұсынысқа не дерімді білмей, дал болдым. Шегінерге жол жоқ. Дина алқымдап тақылдап қояр емес. Қайтсе де ол көндіруге көшті. Ақыры не керек? Жігіттің өзін көрейінші деппін. Өзімнің қас масқарам шығып отырғанына қарамай, ана жігіт мүмкін аузы басы қисайған, 4 мүшесі сау емес, мүгедек, не есалаң ба деген ой туды. Ауылы осы Алматыдан 200 шақырым күртіде. Ертесіне түсте
Жигули машинасымен келіп тұр ғой. Сапар шынында да жігіттің көркемі, көз тартатын ұзын бойлы, тарамыс жігіт екен. Женпейдің жанында шахта деп аталатын асханадан түскі ас іштік. Лағманды жей алсамшы, өрттей қызарып, ұяттан өліп барамын. Жігіт те тіке қарауға жасқанып, сөзден қалған. Дина екеумізге тілегін ақтарлы айтып жатыр. Сапарға перзент керек. Мына сәбиді өз баласы дейді. Еш уақытта жан баласын айтпайды. Бетіңе баспайды. Анау басын изеп, мақұл дей берді. Не керек? Екеумізден де уәделерімізді алып, қолымызды ұстастырып, ағаштың тамыры ащы болғанымен жемісі тәтті. Екеуің осылай қол ұстасып, тату-тәтті ұзақ, бақытты өмір сүріңдер деп, түс ауа бізді жолға шығарып салды. Оқуымды сырттай оқып, кейін бітіруге келістіретін де Дина болды. Жол-жөнекей сықсыңдап жыладым. Ол тырс етіп үндемейді. Күрт өзеннің жағасына тоқтағанда ғана, ақырын ғана шашымнан сипады. Гүлнар, Гуляжан, жылама. Мен сені енді ешқашан жылатпаймын. Саған уәде беремін. Сені енді Гуляжаным деп атаймын дегенде, басымды еңгезердей жігіттің кеудесіне қойып еңкілдегенім-ай. Ол күректей қолымен шашымды, иығымды, арқамды аялай сипалай берді. Маңдайымнан шөпілдете сүйген-ай. Рахмет дедім. Рахмет сізге, мыңда бір рахмет. Аллаға сізге кезіктіргеніне. Мен мәңгі сендікпін. Көктем жаңа ғана шығып келе жатқан көкөзек шақ. Қырға қылтиып бәйшешектер шығыпты. Бәйшешектер биыл қалың шығыпты. Береке болады деді Сапар. Оларды жұлмай-ақ қояйық. Екеуміз жағаны керіп, көбігі шапшып, таси ағып жатқан өзенге беті қолымызды жудық. Міне, Сапармен осылай жолықтық. Оған қосылғаннан кейін күзге салым нәрестелі болдық. Сапар керемет қуанды. Асып-тасып, бөбегін қолынан тастамады. Ол егде әйелдердей көкірегін жара күрсінді. Бағана қалып ұшпа сезім, спирт қызуы, бәрі ізім қайым жоғалған. Келіншектің әңгімесін елтей тыңдаған қалпы, малдас құрған аяқым ұйып қалыпты. Қой шай суып қалыпты. Құр әңгімемен отырып байқамаппын ғой, деп ол орнынан лып көтеріліп, пеш төңіректеп кетті. Әңгіме әсерінен алған қорғасындай ауыр ойдан арыла алмай тұнжырап отырмын. Мына алдым-жылдым пысық, үлбіреген келіншектің қара түнек зындан тағдырына, одан шығып, күншуақтанған бүгінгі ғұмырына қайран қалдым. Көкейімде кептеліп қалған талай-талай сұрақтарға жауап іздеп, екіұдай отырғанымда шәй демдеп әкелген келіншек әңгімесін жалғады. Сапарға бала құсайма демексіз ой, Құдайдың құдіреті, бүкіл келбеті, сариған ұзындығы айнымайды. Өз фамилиясына жаздырып алды. Міне, 2 жыл болды осылай жылқышы болып жүріп жатырмыз. Жаз жайлауға, сонау қырғыз жайлауымен иықтас құмбелге шығамыз. Қыста осы құмды қыстаймыз. Жыл 12 ай малдамыз. Енді міне, Құдай берген баламыз мектепке қалай барады деп отырмыз. Ертегі сияқты өмірімді айтып, мылжыңдап басыңды қатырып жіберген жоқпын ба? Жоға, сіз жазушысыз ғой, бәрін түсінеді деп айтып жатқаным ғой. Дина қайда, келіп тұра ма? Дина мына Құдай берген туғанда сыйлығын алып келіп, құттықтап, 2-3 күн жатып кеткен. Міне баламыздың кіндік шешесі сол. Орал жаққа күйеуге шығып кетті. Балалы шағалы. Елге жақсылық ойлаған жан бақытты болады. Жақсылық алдынан шығады. Былтыр кішкентай сәбиі күйеуімен бізді іздеп келіп, жайлауда 10 күн қымыз ішіп, демалып қайтты. Оқуың не болды? Не болушы еді, тастадық қой. Шынымды айтса, масқара болған қалаға қайтадан барғым келмейді, көргім келмейді. Сапарымның тілеуін тілеп, бала-шаға бағып, шай суын реттеп беретін әйелі болсақ та жарады. Оқу деп тапқан шапағатымыз қайсысы? Мектеп бітірісімен күйеуге тиіп кеткен қыздар нағыз бақытты, нағыз адал жар, асыл ана, кейін қасиетті әже, ана солар болады. Ал қалаға барып, оқуға түсіп, тігаяқ болған студенттердің көбісі алаяқтанып, небір бәлекеттерді көріп, біліп, арбадан бұзылған аттай жаман жолға түсіп кетеді. Қыздың бақыты ертерек байға тию, бұзылмай тұрып өзінің жарын табу. Әке-шеше алыста, ауылда, қалаға келген қыздар селкілдеп, қызық іздеймін деп, неше түрлі жігіттердің құрығына ілінеді, арақ шарап ішеді, мас болады.
қайда қалай жатып қойғандарын білмейді. Екі қабат болып неше түрлі кеселдерге ұшырап, баласын алдырып тастайды. Түрлі дәрі-дәрмек ішеді. Еті үйреніп, соны қуаныш көреді. Олар ертең қалай ана болады? Кейін күйеуге тисе де, бала таба алмай бедеу болып қалады. Немесе жарымжан, мүгедек сәбиді ілдалдап әзеріп табады. Өзінің ауру болғандығынан баласы да кемтар болып, қасіретті өмірге душар болады. Көп сөйлеп кеттім бе? Шынымды айтсам, айтқаныңның бәрі рас. Жастық шақтың тез кебетін буы болады. Мән мағына бермейсің. Талай-талай нәрсені көрдік. Талай қыздар боздап қалды. Қызға 40 үйден тиым, қала берсе қарағылдан тыйым. Ата-бабаларымыз қыздарын, әйелдерін қалай бағалап сақтандырған. Оң босағаға пәк күйінде келген қалыңдық абыройы қандай еді. Көптен бері ішімде құса боп жүрген жан сырымды бүгін ағыл-тегіл ақтардым-ау. Сіз жазушысыз, бәрін түсінеді дегенім ғой. Тек Дина ғана біледі. Сол келгенде шерімді тарқатамын. Бала, күнделікті күйбеңді тіршілік, бәрін ұмыттырады. Уақыт емші. Баяғыдағы өлгім келгені жайлы есіме түссе, жаман ұяламын. Еліккеннен есіріп, өмірде қайғы тауып алған өзіме де обал жоқ. Адам өзіне өзі тағдыр жасайды. Қазір басқаша ойлаймын. Көзқарасым мүлде бөтен. Жаңа студент қыздардың бәрі бұзылған дедің бе? Арын, ұятын сақтаған бойжеткендер толып жатыр. Тозақта да періштелер жүреді. Дегенмен жастар еліктегіш. Желіктеп көрінгеннің жетегінде кетеді. Сен, Гүлнар, философ болып кетіпсің ғой? Жоға, біз көргенімізді, ойға түйгенімізді айтамыз. Әлгі жігітің қайда? Келіншек ащы мырс етті. Көзінде от жарқ ете қалды. Оны қашан сұрайды екен деп отыр едім. Ол жоқ, төбелесіп пышақтан кетіпті. Өзі Якутиядан жасырып алтын бриллиант таситын, өлілерді тілдемейді. Талай қызды сорлатып еді, қарғыстары жібермеген шығар. Өзімде көп қарғыстап едім. Бекер екен оным. Оның өліп қалғанын естігенде түбі солай болатындай селт етпедім. Бүкіл оған деген сезімдерімнің бәрі өртеніп, сөнген күл ғана болып қалыпты. Зырылдап өтіп бара жатқан уақыт бәрін ұмыттырады деген рас. Тағы бір кесе ішіңіз деп кесемді алды. Тағы қандай сұрағыңыз бар? Мен журналистпін, жазушымын ғой, айып етпе. Көмейіңде тұрған бір сұрақты қойсаңшы. Ол не? Ұялма. Мына келіншек опалы, тағылым тәрбие жайлы көп мылжыңдады. Өзі қандай деп отырсың ғой? Түсінемін. Қанша еркектің құшағында болдың деп төтесінен сұрамайсың ба? Айтпай-ақ қой. Жаңа ғана құмарлана иіскеген жұпар гүлім шоғайына тікен болып шықса қайтемін. Баяғыда өзім өлердей ғашық болып, 2 қабат болған пышақтан өлген жігітпен сапардан басқа еркекке жолаған емеспін. Сенбейсің, өлердей шын сөзім. Бүгін саған бар сырымды, жырымды, шынымды айттым ғой. Жылқысының жас әйелі деп қылжақтап, емеурін білдіретіндер толып жатыр. Бірақ біреуін жақындатпаймын. Іштей сертім бар. Сапардың ақ төсегін, пәк сезімін ластағым келмейді. Ал бүгінгі менше, сені көргенде тымыстық тартып кеттің. Жаңа айттым ғой, маған түсім аян береді деп. 1000 миллион жылдан бері білетін жақын адамдай көріндің. Шын айтамын, бұдан кейін де ешкімге көз салмаймын. Сенбейсің бе? Білмедім деп күмілжідім. Шынымды айтсам ренжімейсің бе? Неге ренжимін? Құдай бергеннің соңынан біреу еру керек қой. Ары бері соны көп уайымдап, қайтсем екен деп жүруші едім. Түсімде сенімен жолығатынымды көрсетті ғой. Саған 1001 рахмет. Ол қайта көзіне жас алды. Біздер қатындар қауымы өстіп жылап алмасақ тұншығып өлерміз. Сөзіммен бірге көз жасымыз дайын тұрады. Қайтейін енді. Арыстай атақты сенен жүкті болсам, ертең арыстандай ұрпақ әкелмеймін бе? Құдайға шүкір, тәубе. Көпірлік ете көрме. Сен оларын ренжімеші. Екеуміздің арамызда жан баласы білмейтін мәңгілік сыр болып қалсын. Құдай бергенім қайтып жалғыз тал болып қалады деп, мен тасмаңдай сорлы уайымнан сал болып жүруші едім. Сені жолықтырған Аллаға рахмет. Ол мені сен деп атымды атап, теріс айнала құлшылық ете бастады. Спирттен бе, жоқ мына келіншектің әңгімесі ме, басым әңкі-тәңкі. Миға уашағының арасынан 1000 сан құмырсқан өргізіп жібергендей әптер тәптерім шықты. Ол өксіп, қап-қара шашы жайылған қалпы
екі иығы селкілдеп жылап отыр. Бір адымдай жердегі оған бірдеңе айтайын десем, тілім күрмеліп, барайын десем зілзал болып, қозғалмаған күйі мелшейіп қара тас болып қатып қалдым. Сен мені жеңіл жүрісті, жаман қатын деп ойлап отырсың ба? Менің жан дүниемді, қатпар-қатпар қилы қасіретке толы өмірімді түсінеді-ау деп, саған бәрін айтып отырмын. Мына айдалада кездескен жылқышының келіншегі, пештегі жанып жатқан сексеуілдің қып-қызыл шоғына қадала қарап, толқи айтқан осы бір сөздері миымды найзағайдай осып-осып өтті. Еркек біткеннің дені, қыз келіншек көрсе болды бұқа көзденіп, көк езуленіп, өтірікті судай сапырып, жаттанды әңгімесін көйтіп тиісе жөнеледі. Әдегенде бетін қайтарып тастамасаң, ыржалақтап, қылжақтап, арам ойлап, арсыздана қолын жүгіртіп, бәрінің ұры мақсаты белгілі жайт. Бұған не дейсің? Не дейін? Тұншығып үнім шықпады. Бір ауыз артық сөз жанын жаралап, мәңгілік кесел боп жабысар. Іштей ұғындым. Ол жанын жегідей жеген, мұнар басқан ойларын бөліскісі келеді, шерін тарқатады. Енді мен ойлана бастадым. Бұл шер маған ауады ғой. Алтын басты әйелдің ішінде бесігімен бала жатады. Алтын басты еркектің ішінде ат басындай шер жатады. Дүние ғапыл болса да, осынау алай дүлей боранды түнде, жапандағы жалғыз үйдегі келіншекті орай айтқан құпия сыры жан дүниемнің астан кестеңін шығарды. Бұрыштағы Ережепов аударылып жатты. Тұрып тамақ, шай де ішпеді байқұс. Бір қатынның кесірі қырық есекке жүк болар деген. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесепат. Неге үндемейсің ұлан? Сені өте жақын тартып кеткендіктен бірер сәтке ғана сен деп отырмын. Оған ашуланба. Мен желпиде оққан тіл маманым ғой. Оқуды тастап кеттім. Қалаға барғым да келмейді, көргім де келмейді. Қалада бәрі жасанды. Күндіз қыздары ұяң, ұлдары сабырлы көрінеді де, түн баласы былапыт бұлғанышқа белшесінен батады. Қала түні бойы жын ойнаққа айналады. Шайтан азғырып, ібіліс иектеген кәрі жасы бәрі араққа кәйіп болады. Наша тартып, есіріктенеді. Ресторан, қонақ үй біткен қыз ойнақ ордасы. Қала ұрпақты аздырады, тоздырады. Рас емес пе? Кім біледі, бәріне қара бойы жаға бермеу керек қой. Анықтап қарасаң, айдың бетінде десек біл бар. Сенің миыңды ашыттым ба? Көп сөйлеп кеттім ғой сірә. Ой-бу, таң атып қалыпты ғой. Сиыр сауып келейін деп, келіншек орнынан тұрып, тонын киіп, басына түбі орамалын орап алды. Белі кеткен түйедей қалың ойға қамалып, үстел шетінде отырған орнымда ойланып, қара жартастай қатып қалыппын. Даладан қайта кірген келіншек күн шайдай ашылыпты деді қуана. Бағанағы мұң, қасірет ізі жоқ. Шелектерін алып шыққан оның соңынан мен де киіне бастадым. Дала беті ақ үлпілдек ақшақар. Аспан асты, жер үсті тымтырыс. Жылқышының қоржын үйінің мұржасынан билеп шыққан ақ түтінде тік шаншылып көкке көтеріледі. Үп еткен самал жоқ. Терісі әбден оңған, жүні түскен ескі қара тон киген келіншектің жанына келдім. Ол сексеуілді бірінің үстіне бірін соғып, сындырып әуре, қарулы. Жөн арқасы күжірейіп, орамалы қисайып кеткен келіншек мүлде бөтен, жатпауыр тартып тұр. Әкел мен көмектесейін. Қойыңыз, қолыңызды жаралап аласыз деп белін жазып, сыңқ ете қалғанда мойылдай жанары жалт ете түсті. Бір әдемілік, тұнықтық, сезім оты көзінде екен ғой. Тауқыметті қанша тартса да, мұндай жандар балажан болады. Бұлар жаманшылық жасамайды, және бұлар тым тәуекелшіл болады. Құдаймен некелескен байыңа құлай сенуің керек деді ол нық үнмен. Мен қора айналып, күртік қарды қыңсылата басып, ой сапырып, мұң мүжіп қырға көтерілдім. Суық сорған дала сүмірейіп безеріп тұр. Әппақ матадай бозарып, мелсиген белбелестер, таңға аяз бет шымшылайды. Гүр-гүр етіп, екі уазик екпінде үйге тақай келіп тоқтады. Әңгіменің соңы.